Хакасиядағы национальный архивті полғана стракады шоннан испайты паттыр иргі пешіктер көзіде азылды. Ол Хакасиядағы писателер прегіздан шетон чылына шардылып өнетін темнелген. Хакас тілін түстер, ана теледер керектеңер, шапсық танығылар көп еткен архив тоғынжызы Юлия Орешкова. Аның шоғының Хакас книга издательствозының тархыны 1939 жылдан пасталшы. Амдыды ол алынчы учреждение шеле тоғыны пастан. Илбакады шат ұзында да ол тоғызын тоқтатпан. Постың шері соның аркенделеріне сығарып өткен айрасқан. Бұл архив тоғынжылары оға мүндігі тұрыстығы көздік демдеп салттырылыр. Олардың бұл көздікші шарғылчы нема пастағы книгалар сығарылған тұсқа базы нема біздің чаячы писателері біздің бұл хадит үстілгіні, өмесі хадит үстілгінің отаға прашартылып барған. Оға қынық 1 июньда 1945 жылда Хакас тілінің пазылған чаяшы тоғыстар мари шарлылған. Илбакада ша сонан қол сөз ұстарына саны пілтірті қозыл пары басқан. Николай Дабанжаковтың күстініздің шебірге 8 марта 1949 жылда писателер прегіздің Хакасиядағы бөлі төстілген. Бұл учреждениенің 12 жыл ұстан олған писателі Галина Казачинова. Ол ұрықы тұсты шағын еді Посаринің өдөк көп тұзылық ескірік берген. 1951 жылда шет писателер шелінді проза сүре көдірілген. Бүгінгі күнді тізін Хакас кебілісшілер асқанақ. Национальный архивті Хакас литературасынан телізіне телчеткен аймық бішіктері көп хайралылшы. Анаңдары бұл архивтің аты тоғынырыз. Эстес көргіпс біз бұл писателер бірігізі қайде үскенін, қайде үңненгенін, қайде на кізелер қозылғанның ары. Чепрайзын білбейін шетірізіпс. Аның ары на немелер сұқшы, аның ары сақчым болғанна көзі дегендір, на неме сығаштыр, на неме аспештір. Республикада пүл писатель чылы шарлал барған. 2019 жылда шаяшыларының көпсі бізі тоғылақ байрамын танықтапшы. Саблық поэт, драматург, пазатақпықшы Михаил Кельчичаковға пүл 300 долларшық. Аны холынды сөздеріні стракаларға, ипте саларға, сағысты шетірпілерге көп кізі үгірінген. 14 жылды түстелген студенттерінің, читерінің таңзулбан литература прегіздің әрі танықтадылар. Үріністер болған. Ана мен бұзым алдынша ол сөздерін істіп алып санын мұдырған. Пенгі күнді литература прегізіне шүрген кізлердің 12 кізі писателер прегізінің шейіні самнарчылар. Национальный архивті азылған көзідегі шыл тозылған жатуғанар. Мұнда шонхайына көп шапсық пешіктер сығарыл барғанар. Олардан таныс баларға кемге де артық болбас.